Ассалаумағалейкум қазақ елі. Осы түрік дүниясында Ататүрік кезінде осы азат ету соғысы, Түркияны босату кезінде өзбек бауырларымыз өз әскерімен басмаштарды басқарған Шер Мұхаммед Бек атамыз келіп Ататүрікке көмектескен, осында соғысқан. Осы жерде өзбек бауырларымыздың дернегі бар, үйімі. Солар осы жерде ескерткіш қойды. Шер Мұхаммед Бек атамызға өзбек әскерімен келіп, Ататүріктің әскеріне қосылып, соғысып, осы түрік топырағын оккупанттардан босатқан. Соның ұрпақтары міне зерттеп, Өзбекстан үкіметі әдейі комиссия ашып, ошаққа осы зиратты тауып, осы кісіні зерттеп, ескерткіш ашты. Сондықтан бізде, Құдай қаласа, қазақ диаспорасы да болашақта осындай бір негізі, осы бір жерде ұлтшыл бар, сол Мұстафа Шоқай атында көшесі бар, кішкентай қалада. Құдай қаласа, бізде осы жерде егерде қалатын болсақ, Мұстафа Шоқайға бір арнайы ескерткіш ашамыз деген үмітіміз бар. Сол.